Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін сіздермен «Страшные сказки» фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Жақсы қаралым тілеймін. Сонымен бұл фильмде бір-бірімен байланыспайтын үш оқиға туралы айтылады. Алғашқы оқиға тұман алқабының патшасы мен патшайымы туралы. Бастапқыда бұл жұп бақытты өмір сүретін сияқты көрінеді. Цирктердің тұсаукесерінде патшайым кенеттен жүкті циркачканы көріп қалып, қатты ашуланғанын көреміз. Және ол өз бөлмесінде айқай-шу ұйымдастырып кетеді. Патшайым сирек кездесетін аурудан зардап шегеді, яғни ешқашан ана бола алмайды. Осыған байланысты патшайым үнемі қатты депрессияға ұшырайды. Патша оны осы азаптан тыныштандыру үшін оны жұбатуға тырысады. Ол оның осы мәселелерін шешуде кез келген затқа дайынмын деп ант береді. Түн ішінде біртүрлі бір сиқыршы келіп, бұл патшайымға балалы болуға көмектесе аламын деп мәлімдейді. Мұны естіген патша оған көптеген адамдар тырысқанын, бірақ сәтсіздікке ұшырағанын еске салады. Алайда сиқыршы патшайымның әлі де бала туала алатындығына өте сенімді. Сиқыршы оның тәжірибесі көп екенін және де әлем туралы көп білетінін айтады. Сонымен қатар ол табиғат тепе-теңдікте болуы керек деп ескертеді. Яғни дүниеге сәби келуі керек болса, ол отбасыда біреу өлуі керек. Оның оғаш мінез-құлқына қарамастан, патша мен патшайым оған сенуді шешеді. Сиқыршының айтуынша, патша теңіз құбыжығын өлтіріп, оның жүрегін патшайымның бедеулігін емдеу үшін қолдануы керек. Әрі оны бұрын тұрмыс құрмаған және пәк қыз дайындауы керек. Содан кейін оны патшайым жеу керек екен. Патша сүңгуір костюмын тауып алып, бірден құбыжыққа шабуыл жасауға аттанады. Құбыжық онымен күреседі. Жалпы құбыжық тыныш ұйқыда жатыр еді. Патша оны найзасымен сүзіп өтті. Ашуланған аң өлмес бұрын патшаны құйрығымен салып қалған еді. Қызметшілер патша мен өлген құбыжықтың денесін судан шығарып алып, құбыжықтың мәйітінен жүрегін ойып алады. Бұл сәтті көргеннен кейін патша да соңғы демін жұтып, жан тәсілім етті. Патшайым сүйікті жұбайының өліміне де мән бермей, жүрегін алып оны ас үйге апарады. Қамалдан пәк қыз табылып, және оған жалғыз жүректі дайындау тапсырмасы берілді. Пісіру кезінде ол кенеттен жүкті болады. Патшайым да жүрегін жегеннен кейін жүкті болады. Біраз уақыттан кейін қызметші мен патшайым бір уақытта балаларын дүниеге әкеледі. Екеуі де ұл бала болатын. Патшайымның ұлын Элиас деп, ал қызметшінің ұлына Иона деп ат қояды. Фильм 16 жыл алға жылжытылады. Балалар қазір ересек болды. Патшайым ұлымен бақытты өмір сүріп жатыр. Алайда бір күнде туылған ер балалар өте жақын болып өседі. Олар егіздер секілді еді. Екеуінің де шаштары аппақ және олар қандай да бір туыстықты сезінеді. Сонымен қатар екеуінің де су астында тыныс алу қабілеті бар. Патшайым олардың достығына қызғанышпен қарап, ұлын ешкіммен бөліскісі келмейді. Патшайым ұлына Ионмен бірге жүруіне тыйым салады. Егер де орындамаса қатаң жазалауға уәде береді. Осыған қарамастан Элиас оның сөздерін елемейді және әлі де Ионмен достығын жалғастырады. Бір күні оның сарайға келгенін иісінен байқап қалады. Патшайым оны танып қалып, оны ұстап алып, таяқпен ұрады. Содан кейін патшайым оны патшалығынан кетуге мәжбүрлейді. Элиас оны тоқтатуға тырысады. Бірақ ол оның амалы жоғын айтып және кетуге ниеттенеді. Кетер алдында ол ағаштың тамырын пышақпен кесіп тастайды. Тамырдан су ағып бастайды. Ол Элиасқа, егер де су таза мөлдір болып ақса, онда бәрі жақсы болатынын, ал су қызыл түске айналса, оның өміріне қауіп төніп тұрғанын білдіретінін айтып кетеді. Ион кеткеннен кейін Элиас бірнеше күн бойы суды үнемі тексеріп отырады. Бір күні су қызыл түске айналады. Досының өмірінде бірдеңе дұрыс емес екенін түсініп, ол анасына ескертпестен патшалықтан кетіп қалады. Көп іздегеннен кейін Элиас ақыры Ионның үйін табады. Және оның сүйкімді бір қызға үйленгенін біледі. Жергілікті халық оны Иона деп қателесіп ойлап қалады. Өйткені олар судың екі тамшысындай өте ұқсас еді. Элиас досының 5 күн бұрын орманға кетіп оралмағанын біледі. Ханзада Ионаны іздеуге аттанады. Ұлы үшін қатты уайымдайтын патшайым сол күні баяғы сиқыршыға қайтып барады. Ол екі досты ажыратуға болмайтынын айтып, өмір үшін өлім деп тағы да ескертеді.
ал патшайым ойланбастан келіседі. Иона осы уақытта бір жартастың ішінде еді. Аяғын жарақаттап алып 5 күн бойы өлімші халде болатын. Кенеттен оған ұшатын құбыжық шабуыл жасайды. Иона үрейленіп қандайда бір туннельге көтеріледі, бірақ оны құбыжықта қуады. Және ол қуып жетіп те қалады. Алайда дер кезінде Элиас пайда болып, бұл құбыжықты қылышымен өлтіреді. Содан кейін ол Иона екеуі үйіне оралады. Осы уақытта өлі ұшатын тіршілік иесі патшайымға айналады. Екінші ертегі. Бұл нәпсіқұмар патша мен екі кемпір туралы оқиға. Жалғыз жартастың патшасы бұл өте нәпсіқұмар адам. Ол барлық лайықты деген қыздарға қол жеткізе алады. Ол өте көп ішеді және осы уақытқа дейін өзінің жүрегі қалаған патшайымын таппаған. Әрі оның жақын арада табылуын қатты қалайды. Оның сарайының жанында екі қарт апалы сіңлі Дора мен Эмма өмір сүреді. Екеуі де тұрмыс құрмаған, осылай өліп кетеміз шығар деп ойлайтын еді. Олардың жақсы жақтарының бірі олардың дауыстары еді. Денелері қартайса да дауыстары ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Бір күні таңертең патша Дораның әнін естіп, оның дауысына бірден ғашық болады. Ол онымен кездесуге бел буып есікке қарай бет алады. Ол Дораны жас әрі сұлу қыз деп санайды. Ал кемпірлер қатты саса бастайды. Патша оларды көргенде бірден ашуланады деп ойлайды. Патша оны қатты көргісі келіп, өзін көрсетуін сұрайды. Дора патшаға бір аптадан келуін сұрап, онда да тек саусағын ғана көрсететінін ескертеді. Ақырында олар патшаны бір аптадан кейін оралуға көндіреді. Осы бір аптада екі кемпір саусақтарын жас етіп көрсетуге тырысады. Дора шөптерді пайдаланады, бірақ бір аптадан кейін оның саусағы әлі де ұсқынсыз еді. Алайда саусағын аузында ұстаған Эмма саусағының жас қыздың саусағына ұқсайтынын көрсетеді. Патша бұлардың үйіне келгенде Дора Эмманың саусағын тесікке салуға мәжбүр етеді. Патша бұл саусақты қуанышпен сүйіп тұрып, Дорамен сөйлескеннен кейін ол ақыры өзінің өміріндегі махаббатын тапты деп санайды. Апалы сіңлілер қайтадан дүрбелеңге түседі. Өйткені оларды патша біліп қойса, дарға асып қоятынын түсінеді. Екеуі ойлана келе, Дора патшамен төсектес болуға келісіп, айнала толық қараңғы болғанда барамын деп шарт қояды. Патша келіседі. Патшаға барар алдында Эмма Дораны арнайы желмен терісін тартып береді. Сондықтан ол жас қыз сияқты көрінеді. Түн ортасында күзетшілердің бірі Дораны сарайға апару үшін келеді. Қараңғыда патша кемпірмен төсектес болады. Шаршаған Дора ұйықтап қалады. Таңертең патша кемпірмен ұйықтағанын түсініп және ашуланып, оны терезеден лақтыруды бұйырады. Қызметшілері дереу орындайды. Оның бақытына орай ол талдарға ілініп қалып аман қалады. Сөйтіп ол орманда жылап жатып бір сиқыршымен кездеседі. Сиқыршы Дораны сәнді қызыл шашты әдемі жас қызға айналдырады. Келесі күні патша орманда аң аулап жүріп, тек шаштарымен жабылған Дораны көріп қалып, оған бірден ғашық болады. Ол оны сарайға апарады және оны патшайым еткісі келеді. Дора өзінің неліктен жас болып кеткенін білмейді. Және де әпкесімен сөйлескісі келіп, қызметшілердің бірінен сәнді көйлек жіберіп, үйлену тойына шақырады. Және әпкесіне ол бәрін мойындайды. Эммаға Дораның қалай жас болғаны өте қызықты болады. Ақымақ әпкесіне сарказммен ескі терісін алып тастау арқылы құтылғанын айтады. Эмма мұны шындық ретінде қабылдайды. Сөйтіп темір ұстасына барып, одан ескі терісін алып беруді сұрайды. Және оған ақша төлейді. Ол оны орманға апарады және оны шынымен қорқынышты жағдайда жасайды. Сөйтіп Эмма қанға боялған түрде қамалға оралады. Үшінші оқиға. Жабайы таулардың патшасы біртүрлі өзіндік мінезімен ерекшеленеді. Оның Виолетта есімді кішкентай қызы бар. Ол оны ешқашан жақсы көрмеген деп айтуға болады. Бірде патша қызының өлең айтып отырғанын тыңдап отырған кезде қолында паразиттік жәндіктің кетіп бара жатқанын көреді. Бірге оның қанын сорады. Жәндіктен құтылудың орнына ақымақ патша жәндіктің қоректенуіне мүмкіндік беріп, онымен ойнап, үнемі қанымен қоректендіреді. Содан кейін бірге үлкейе бастапты. Уақыт өте келе жәндік бұзаудың мөлшеріне дейін өседі. Бірақ кенеттен тынысы тарылып, ауырып жан тәсілім етеді. Патша ең жақын досынан айырылғанына өте қатты ренжіді.
Соңғы уақытта Виолетта ханзада туралы армандап, тұрмысқа шыққысы келіп жүреді. Патша оны ұзатуға дайын екенін айтып, және осы мақсатта ол конкурс ұйымдастырады. Ол бүргенің терісін сыпырып алып тастап, оны өз сарайына іліп қояды. Кімде-кім оның терісін дәл табатын адамға ханшайымды ұзатады деп хабарлайды. Мұны ешкім анықтай алмайды, және патша әр сәтсіздікке қуанады. Сөйтіп уақыт өтіп, сарайға ірі денелі каннибал келіп, оның иісі арқылы оның бүргенің терісі екенін анықтайды. Бәрі таң қалады. Әсіресе Виолетта қарсы болып, қамалдың төбесінен секіруге жүгіреді. Ал патша оған жақындап келіп, өзінің уәдесінің бұзуға болмайтынын, және де патшалық абыройы туралы айта бастайды. Ақыр соңы Виолетта көніп, каннибал оны өз үйіне алып кетеді. Таулардың арасындағы сүйектерге толы оның үңгірінде ол көп күн жылайды. Каннибалмен бірге өмір сүріп, оның төсегін бөлісуге мәжбүр болады. Бірде каннибал аң аулауға кетіп қалғанда, Виолетта таудың басқа шыңында отырған циркші қызды көреді. Ол өзін каннибалдан құтқаруды сұрайды, бірақ ол көмектесе алмайды. Алайда келесі күні Виолеттаны жаңағы әйелдің ұлы екі шыңның арасына арқан байлап, құтқаруға алып кетіп бара жатады. Каннибал көріп қалып, оларды артынан қуады. Ол да арқанмен қуып кетіп бара жатқанда, арқанды кесіп үлгеріп, каннибал тұңғиыққа құлайды. Сөйтіп қуаныштан цирк артистері Виолеттаны үйіне апарып тастауға уәде береді. Бірақ жолда олардың кенеттен фургончиктері бұзылып қалады. Тірі қалған адам жегіш оларды қуып жетіп, аяусыз өлтіріп тастайды. Виолеттаны да өлтіргісі келеді, бірақ ол істеген ісіне өкінгендей сезімдерін көрсетеді. Оған деген қандайда бір сезім бар сияқты кейіп танытады. Сөйтіп каннибал арқасына Виолеттаны отырғызады. Мұны жақсы пайдаланған Виолетта адам жегіштің мойнын пышақпен кесіп тастайды. Бұл аралықта патша дәрігерлердің бақылауында өте әлсіз күйде жатыр еді. Оған қызының сарайға оралғанын айтады. Ол тақ бөлмесіне асығып, сол жерде қанға оялған Виолеттаны көреді. Ол каннибалдың басын шығарып, «Міне менің күйеуім» деп айтады. Барлық қызметшілер оған тізе бүгеді. Патша да жылап, тізерлеп кешірім сұрай бастайды. Біраз уақыттан кейін Виолеттаға тәж кигізіп, жалғыз жартастың патшайымы етеді. Сөйтіп бұл оқиға аяқталады. Екінші оқиғаға оралсақ, Дораның қолдарының қартайған түрге орала бастағанын байқаймыз. Ол жақын арада өзінің қартайған бейнесіне қайта оралатынын түсініп, болып жатқан рәсімнен қашып кетеді. Сонымен кино аяқталады. Видеоға өз әсерлеріңізді қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Көргендеріңіз үшін көп рахмет.